Баршаңызға қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін жұма болғандықтан жеті шелпек дайындадым. Дайындау әдісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Өте жұмсақ, дәмді жеті шелпек бауырсақ дайындайтын боламыз. 500 грамм суымызға шамамен майонез 4 ас қасық салып, тұз, дрожжымызды салып, осылай ұн салып илеп алатын боламыз. Бір жарым сағатқа қалдырамыз. Ашып шыққан қамырымызды осылай 7 бөлікке бөліп 7 шелпек дайындайтын боламыз. Формасын осылай келтіріп алдым. Қолыңызбен өзіңізге икемделіп жайылатын қамыр шығады. Қызып тұрған майымызға шелпегімізді салып, екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Міне бізде бірінші шелпек дайын. Майын сырғытып, екінші шелпегімізді салып, осылай пісіріп алатын боламыз, достар. Өте дәмді, жұмсақ шығады. Бұл рецептпен пирожки пісірсеңіздер де өте дәмді шығады, достар. Міне менде 7 шелпек бауырсақ дайын. Жасап көріңіздер. Алдағы уақытта менің каналымда керемет рецептер болады. Арнама тіркеліп, менімен бірге болыңыз.